Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін сіздерге интернет трафигін үнемдеу жолдарын көрсетемін. Бағдарламалар арқылы. Оның бірінші жолы YouTube желісінде настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде общийға кіреміз. Бұл жерде экономия трафика деген бар. Экономия трафиканы қосамыз. Сол кезде сіздердің видеоларыңыз 420R сапасында ғана көрсететін болады. Жоғарғы сапа да көрсететін болса, көбірек интернет трафиктарыңыз желінеді. Екінші жолы WhatsApp желісі арқылы. Бұнда да настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде данные хранилища деген бар. Бұның ішінде автозагрузка, медиа деген бар. Мобильная сетьқа кіреміз. Фото, аудио, видео документтің барлығында жалауша тұр. Бұлардың бәрін алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ғана жіберілген сурет, видеоны керектілерін ғана жазып аласыздар. Үшінші жол Google Chrome арқылы. Бұнда да настройкаға кіреміз. Төмен жағында упрощенный режим деген бар. Упрощенный режимді жалаушаны оң жаққа қарай жылжытамыз. Біз 41-38 мегабит үнемдедік. Төртінші жол Play Market арқылы. Play Market'та да настройкаға кіреміз. Автообновление предложения деген бар. Соның ішінде только через Wi-Fi таңдаймыз. Бағдарламалары күнделікті жаңартылып отырғандықтан, сіздердің өздеріңізде телефондарыңызда интернет ұстап отырса, бұл сіздерден сұрамай автомат түрде жаңартып отырады. Интернет трафиктарыңызды жеп отырады. Сондықтан тек қана Wi-Fi дегенді қойсаңыздар, интернеттеріңіз, трафиктеріңіз үнемделеді. Назарларыңызға